Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың лексикалық тақырыбы адам бойындағы жақсы және жаман қасиеттері. Грамматикалық тақырыбымыз сапалық және қатыстық сын есімдердің сөйлемдегі қызметі. Сабақтың негізгі мақсаты студенттерге адам бойындағы кездесетін жақсы жаман қасиеттерді Абайдың шығармалары арқылы таныстыру. Біз енді сабағымызды бастамас бұрын шолу жасасақ, көзәйнек әдісі арқылы шолу жасайық. Мынау суреттерден біз не байқап отырмыз? Біз бұл суреттерден адамның жаман қасиетін байқай аламыз, Бірінші суретте атаға бала көмектеспей жатыр, таяғын алып беруге. Екінші суретте әлімжеттік көрсетіп жатыр үлкен бала кішкентай балаға. Үшінші суретте кішкентай бала ағашты сындырып тұр. Төртінші суретте ұрлық. Бесінші суретте өсек пен өтірік, яғни өсек айтып жатыр, бұның барлығы бізде адамның жаман қасиеттері болып табылады. Келесі суреттерді қарасақ, бұл суреттерде не бейнеленген? Бұл суреттерде адамның жақсы қасиеттері бейнеленген, Бірінші суретте балалар жем беріп жатыр. Екінші суретте үлкенге құрмет көрсетіп амандасып жатыр. Үшінші суретте ағаш егіп жатыр. Төртінші суретте кішкентай бала автобуста үлкен кісіге орын беріп жатыр. Енді келесі бізде сөздік жұмысы. Осы тақырыпқа байланысты сөздік жұмысы. Сол сөздер данышпан, хәкім, соқпақ, шегініс, сабақтастық, толғаныс, тағылым, дәріптеу. Қызылмен жазылғандар оның орысша аудармалары. Жазып танысып алыңыздар. Енді джиксо әдісімен сөздерден сөйлем құраңыз. Абайдың данышпандығының дәлелі қара сөздері оның. Дәріптеп мен сөздерін үнемі әкемнің жүремін. Осы сөздерден сөйлем құраңыз. Енді мәтінмен жұмыс. Абайдың ақыл туралы айтқан ойлары. Хаким Абай данышпандығы деп аталатын түбі терең тағылымы таудай биіктікке жетудің сан алуан жолымен соқпағы бар. Сол шегініс өткен жылдардың мұғдарында біздің өлкеде хәкім Абай музейі ашылды. Осы музейге келген әрбір оқырман хәкім сөздің қыр-сырын білгісі келіп ойланары сөзсіз. Біз де ойға қалдық, жауабын іздеп көрдік. Жай ғана іздеп көрмей, қалың көпшілікпен ой бөлісуді мақсат еттік. Хәкім араб тілінен енген сөз. Данышпан, дана адам, хәкім деген ұғымдарды білдіреді. Соңғы уақыттарда хәкім үлгісінде тіпті сирек қолданады десек те болғандай. Ал енді әкім мағынасында санаға жақын, етене ұғым болып қалды. Хәкім деген сөздің ұғымы берер ғибадаты жайындағы жауапты хәкім, дана адам. Абай мұраларының өзінен іздедік және аз кем таптықты. Хәкім сөзі алғаш Абайдың 27-ші сөзінде кездеседі, яғни Сократ хәкімнің сөзі деген қосымша түсінікпен берілген. Абай данышпан, Сократты хәким деп бағаланған және осы қара сөздің терең мағынасынан үңілсек, Сократ хәким және де Аристотель екеуінің арасындағы диалог арқылы ақыл ойдың қуаттылығы, ақыл ойға ие болып отырған адамзат баласының артықшылығын дәріптейтін тағылымдар жеткілікті. Данышпан Абай өзінің аса көлемді ғылым, білім, имани ұғым, діни тәрбие жөніндегі терең толғаныстарын, олардың өзара сабақтастығын энциклопедиялық үлгіде түсіндіріп беретін 38-ші қара сөзінде хәкім сөзінің әлденеше рет қолданған. Ендігі ретте осы қара сөзде кездесетін хәким сөзінің қыр-сырын ақын өз мұраларына үңіле отырып ой жүгірсек, хәким ғалым асылда бір сөз, бірақ ғарафта, араб, білу, тану, арабша сөз, басқалар дүр деп бір түйсе, тағы бірде әрбір ғалым хәким емес, әрбір хәким ғалым. Хәкимдердің ғақлияты бірлән жетсе, имам яки шын имам болады деп одан әрі тереңдей түсіндірген. Кемеңгер тұлға хәкимдік қасиетті жақсы адамның бойынан іздеді және ол тек сол жақсы адамның бойында ғана болады деп сипаттайды. Бұл пікірін ақын былай деп дәлелдейді. Белгілі жауанмәрттілік жақсы адам. 3 хаслат
пайда, сипат деген мағынаны білдіреді. Бірлән болар деген сыйтылық, шындық, кәрәм, ізгілік, ақыл, даналық деп дәлелдеген. Ендігі тапсырма осы мәтінмен жұмыс. Бірінші тапсырма ой қозғау, сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші сұрақ: ұлы Абайдың өмірі жайлы не білесіз? Қай жылдары өмір сүрген? Абайдың басты еңбектері қандай? Үшінші сұрақ: биыл ұлы ақынның неше жылдығы тойланып жатыр? Бірінші тапсырманы болғандар екінші тапсырмаға кезек берілсе, мәтін бойынша 5 сұрақ әзірлеңіз. Үшінші тапсырма: Абайдың 3 ақ нәрсемен адамның қасиеті дейді. Нені айтып тұр? Осы сұраққа жауап беріңіздер. Енді академиялық дау-дамай. Адамдар жақсы және жаман болып бөлінбейді. Я немесе жоқ. Адамгершілік асыл қасиеттер: сәлемдесу, мәдени киіне білу, әдепті сөйлеу, әдеби-беріктік, досқа адал болу, дінін құрметтеу, тілін ардақтау, адалдық, кешірімді болу, ізеттілік, жайсаңдылық, ептілік, кісілік, кішіпейілділік, мейірімділік, білімділік, елгезектік, оның барлығы адамгершілік қасиеттер, адамның жақсы қасиеттері. Енді грамматикалық тақырып: сапалық және қатыстық сын есімдер. Сапалық сын есім дегеніміз не? Сапалық сын есім заттың түр түсін, сын сапасын тікелей анықтайды. Мысалы, ақ, ақшыл, қымбат, кербез. Қатыстық сын есім заттың сын сипатын әртүрлі белгісін басқа сөз табының қатысы бар арқылы білдіреді. Мысалы, сымбатты, атты, мінезді, жүгіргіш, ойшыл, бойшаң. Ендігі тапсырма: сөздерді тиісті орынға апарып сөйлем құраңыз. Яғни сапалық және қатыстық сын есім берілген мынау сөздерді, осындағы сөздерді арқылы сөйлем құраңыз. Және де келесі тапсырма: берілген сөйлемді бұйрықты сөйлемге айналдырыңыз. Бұлақты ластауға болмайды. Орманда от жағуға болмайды. Көктемде ағаш егу керек. Ата-анаңа пайдаң тию керек. Ауладағы керексіз шөпті жұлуға болады. Үйге гүл өсіруге болады. Енді келесі тапсырма: берілген мақал мәтелдердің екінші сыңарын табыңыздар. Қонаққа бара білсең. Екінші сөйлем: қонақ бір күн қонса құт. Үшінші сөйлем: қонағы жаман болса. Төртінші сөйлем: қонақ аз отырып. Бесінші сөйлем: қонақтың алтын алма. Енді келесі берілген сөздерді сапалық және қатыстық сын есімдерге айналдырыңыз. Сөйлем құрастырыңыз. Мейірім, қылық, ажар, қышқыл, домалақ, ұзын сөздеріне сапалық және қатыстық сын есімдер арқылы сөйлем құраңыз. Енді қорытынды жұмыс: 5 минуттық эссе. Менің жақсы қасиеттерім тақырыбында эссе жазу керек. Үйге тапсырма: менің болашағым тақырыбында шығарма жазыңыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.